Ұлы отан соғысы біздің тарихымызда ерекше орын алатын, халқымыздың рухын сынға түсірген, ұрпақтан ұрпаққа ауысатын батырлық пен ерліктің символы. 80 жыл бұрын 1941 жылы адамзат тарихындағы ең қанды да ауыр кезеңдердің бірі басталды. Кеңес одағының әрбір азаматы үшін бұл соғыс тек әскери майданда емес, сонымен қатар ұлттың амандығы мен болашағы үшін күреске айналды. Жан қиярлық ерлікпен қарсы тұрған әрбір жауынгер соғыс алаңында өз өмірін құрбан етіп, отанды қорғаған адамдар тарихта алтын әріптермен жазылуы тиіс. Осы орайда Жеңіс алауы жобасы бойынша Ұлы отан соғысының ардагері Нышанбаев Бабажан жайында болмақ. Мен Нышанбаев Ержан, атам Нышанбаев Бабажан, сол ауылда 23 туылған. 42 жылы майдан аттанған, сол қиын кезде. 42 жылы барып, Алтай сержантск школаны оқып, сол 43 жылы 3-й Украинский фронт дейді, Харьковский область Узым қаласында сол жерде шап аяғынан қатты жараланған. 5 жылы ауылға қайтып келеді, колхозда бухгалтер көмекші жұмыс істедім дейді. Содан кейін 62 жылы зам перед по заготовке жұмыстарын істеген. Кейін сол 68-ден 84 жылға дейін сол ауылда заведующий магазин экспедитор жұмысын атқарған, зейнетке дейін. Бұл соғыстың әрбір батырлығы, әрбір қан төгісі біздің ұрпағымызға үлкен сабақ, елдігіміз бен ынтымағымыздың қадірін түсінуге жол ашады. Бүгін Ұлы отан соғысының 80 жылдығында біз ата-бабаларымыздың жауынгерлік ерлігіне, батырлықтарына тағзым етіп, олардың көрсеткен батылдығы мен қайсарлығы үшін мақтан тұтамыз.